Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен жалпы ішкі өнімді шығындар ағымы бойынша есептеу әдісін қарастырамыз. Бірінші кезекте біз сіздермен экономикалық агенттер мен негізгі экономикалық процестерді қарастырып алғанымыз жөн. Қарапайым айналым моделінде сіздер білесіздер, негізгі экономикалық агенттер ол үй шаруашылықтары және фирмалар. Және олар өзара тауарлар мен қызметтер нарығында және факторлар нарығында экономикалық қарым-қатынасқа түседі. Фирмалар өндірген тауарлар мен қызметтерге жұмсаған үй шаруашылығының шығындары осы фирманың табысы болып табылады. Ал фирмалардың осы тауарлар мен қызметтерді өндіруге қажет ресурстарды сатып алуға жұмсаған шығындары өз кезегінде үй шаруашылығының табысы болып табылады. Демек, осы жабық қарапайым экономикалық жүйедегі өндірілген тауарлар мен қызметтердің құнын біз табыстар жиынтығы арқылы есептей аламыз, немесе шығындар жиынтығы арқылы есептей аламыз. Себебі бір субъектінің шығындары екінші субъектілердің табыстары болып табылады. Бұл қарапайым жабық экономикадағы айналым моделі. Егер де біз сіздермен сыртқы басқа елдермен экономикалық қарым-қатынасқа түсетін ашық экономикалық жүйенің айналым моделін қарастыратын болсақ, бұл модельде үй шаруашылықтары мен фирмалардан басқа тағы бір агент, үкімет, осы екі субъектінің экономикалық қарым-қатынасын реттейтін үкімет пайда болады. Мысалы үшін фирмалар үкіметке салық төлейді, үкімет фирмаларға қаржылық көмек субсидия береді. Үй шаруашылықтары өз кезегінде үкіметке салық төлейді, ал үкімет үй шаруашылықтарына трансферттік төлемдер береді. Және де ашық экономикалық жүйедегі төртінші субъект ол сыртқы әлем немесе басқа әлем деп аталады. Демек, макроэкономикадағы негізгі субъектілер үй шаруашылықтары, үкімет және фирмалар. Фирмалар өздері өндірген өнімдерін сыртқы басқа әлемге экспорт ретінде сата алады, немесе осы елдің субъектілері басқа ел азаматтарынан тауарлар мен қызметтерді импорт ретінде сатып ала алады. Демек, макроэкономикадағы негізгі экономикалық агенттер олар үй шаруашылықтары, фирмалар, арасындағы қарым-қатынасты реттейтін мемлекет және де басқа әлем. Демек, басқа да мемлекеттер. Осы экономикалық агенттерді біле отыра, біз жалпы ішкі өнімді шығындар ағыны арқылы есептей аламыз. Демек, аталған төрт экономикалық агенттің шығындарын қосатын болсақ, біз жалпы ішкі өнімді шығындар арқылы есептей аламыз. Тұтыну шығындары бұл үй шаруашылықтарының шығындары, инвестициялар бұл фирмалардың шығындары, мемлекеттік шығындар аталғандай мемлекеттің, үкіметтің шығындары және таза экспорт ол басқа мемлекеттердің осы елдегі өндірілген тауарлар мен қызметтерге жұмсаған шығындарын айтамыз. Демек, жалпы ішкі өнімді шығындар бойынша есептейтін болсақ, біз үй шаруашылықтары шығындарына фирма шығындарын қосамыз, фирма шығындарына мемлекет шығындарын қосамыз, және таза экспорт деп аталатын шығындарды қоссақ, осы теңдік арқылы біз жалпы ішкі өнімді анықтай аламыз. Үй шаруашылықтары шығындарын біз тұтыну шығындары дейміз. Бұл үй шаруашылықтарының ағымдағы және ұзақ мерзімде тұтынылатын тауарлар мен қызметтерге жұмсаған шығындары кіреді. Инвестициялар деп фирманың жұмсаған шығындарын айтамыз. Бұл негізгі капиталға, тұрғын үй құрылысына және қорларға жұмсаған ақшалай инвестициялары. Мемлекеттік шығындарға мектеп, жол салу, қаржылай қолдау шығындары, қорғаныс және басқару аппараттарын қаржыландыруға кететін шығындар жатады. Ал таза экспорт деп экспорт пен импорт айырмасын айтамыз. Таза экспортты есептеу үшін біз осы елден экспорт ретінде сатылған тауарлар құнынан басқа мемлекеттерден импорт ретінде сатып алынған тауарлар құнын шегеруіміз қажет. Назарларыңызға рахмет.